Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Бүгінгі жаттығуды біз арқаның бұлшықеттерінде жасаймыз. Ол штангымен көтеретін дәлдік бар ғой, бір орында тұрып штанга көтеретін. Дәл соның гантельмен істейтін формасы, гантельмен істейтін түрі. Демалған кезде ауаны дұрыс демалу керек. Штанганы гантельді мысалы көтерген кезде біз ауаны сыртқа шығарамыз. Түсірген кезде деп ішке тартып демаламыз. Ал енді сіздер енді ауырақ гантель алатын жарыстар, менде қолымда қазір 8 килограммдық әр қолымда. Гантельді былай ұстаймыз, алдымызға қарасаңыздар, бұны форманы істеу әжептәуір ойланып орындау керек. Кез келген формада істей беруге болмайды. Қолды сәл алға түсіреміз, былай түсіп кете береміз. Қол осылай керек, тізеге былай түседі. Былай еңкейіп, аяқ сәл артқа жіберіп, омыртқаны түзу ұстаймыз. Алдымен көрсетіп жіберейін. Аяқтарды иықтың жобасында қоямыз, қолымызды былай еркін қоямыз, и арқамызды түзу істейміз. Жамбас сәл дұрыстау түзу формула істеп, еңкеюге ыңғайлы. И салмақ түзу түгелмен артқа түсірмеу. Енді аяқтың бүгілмеуі, аяқтың артыңғы бұлшығы бар ғой, соған да байланысты. Сіздер мысалы былай еңкейе алатын болсаңыздар, түзу істеуге болады. Былай түзу еңкейе алсаңыздар, түзу істеуге болады, бірақ сәл-сәл бүккен дұрыс. Тізені тереңірек еңкейеміз, және де қатты қималмаймыз. Осы жердегі бұлшықеттерді сезесіздер, тартылған тартылмаған. Бірақ жалпы бұл жаттығу түгел арқаға және де дәл ортадағы трапециальный мышцаға арналған. Рахмет көргендеріңіз үшін.